Әлемдік турне аясында Астана опера театры алғашқы гастрольдік сапарын Санкт-Петербург қаласынан бастады. Жерлестеріміз атақты Мариин театрының жаңа және ескі сахнасында 8 наурыздан бастап 3 күн бойы өнер көрсетті. Бұл күндер Астана опера Петербург халқына Джузеппе Вердидің Аттила, Мұхан Төлебаевтың Біржан Сара операларын және Гала балетті ұсынды. Жерлестеріміздің шетелдегі алғашқы қадамын көріп қайтқан Нұртас Солтанұлының репортажы. Санкт-Петербургтегі Мариин театры Ресей ғана емес бүкіл әлем мойындаған киелі өнер ордаларының бірі. Театрдың жаңадан салынған сахнасында әлі ешбір шетелдік ұжым өнер көрсеткен жоқ. Ал құрылғанына көп бола қоймаған жас театр Астана опера өзінің әлемдік турнесін дәл осы жерден бастады. Кешқұрым петербурлық ағайын театрға қарай ағылды. Халықтың көптігі сонша кіреберісте кезекке тұруға тура келді. 2000 адамдық үлкен зал көрерменге лық толды. Мариин театрына арнайы шақыртумен келген Астана операны өнерсүйер қауым осылай қарсы алды. Бұл тек қана бастамасы. Мариинский театр біздің елімізге қазан айында гастрольге келеді. Біз енді осындай қарым-қатынас арқылы өзара меморандум қабылдаймыз. Астана операның шетелдегі алғашқы қадамы Аттиладан басталды. Джузеппе Вердидің туындысын италиялық және отандық опера әншілері орындады. Ал қойылымға маэстро Валерий Гергиевтің өзі дирижерлік етті. Қазақстанда ұлттық мәдениетті дамытуға ерекше көңіл бөліп отырғаны қатты қуантады. Оған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі үлкен қолдау көрсетіп отыр. Осы елде бірнеше рет болған кезде қолға алынған жұмыстарды көзіммен көргенмін. Астанада жаңадан салынған Астана опера театрының ғимараты таңғажайып. Қазақ театры Санкт-Петербургке жұртты мойындатып таң қалдыру үшін емес, әлемдік үлкен турненің алдында өздерін сынап көрерменнің қолдауын сезіну үшін келген. Қойылымды көрген халық тамсанып, қол соғып шықты. Билетті алдын ала сатып алдық. Жақсы бір туындыны көру үшін келген едік. Театр шынымен де керемет өнер көрсетті. Әсіресе хордың орындауында бірімін жоқ. Қойылым мұншалықты ұнайды деп ойлаған жоқ едік. Барлығы көңілімізден шықты. 8 наурыз мерекесіне орай керемет сыйлық болды. Жерлестеріміз Мариин театрында 3 күн бойы өнер көрсетті. Аттиладан бөлек әлемнің үздік хореографияларын топтастырған Галла балетпен қазақ операсының інжу маржаны саналатын Біржан Сараны қойды. Енді Астана операны алда Париж, Лондон және Нью-Йорк сапарлары күтіп тұр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Санкт-Петербург.